Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Олжас Менғали, Галиничті жалғастырамыз, кеттік. Мавсисян Сергей және Каспаров Гарри, Сараево қаласы, 2000 жыл, бар болғаны 19 жыл бұрын ғана ойналған партия. Сіздер білесіздер, Гарри Кимович Каспаров әлемнің 13-ші чемпионы, әлемге әйгілі адамдардың бірі. Кеттік. E4, C5, AT5, D6, D4, CD, AT4, AT6, AC3, A6. Алдарымызда Сицилиан қорғанысы, Сицилиан қорғанысындағы Шевенинген варианты. Шевенинген варианты. Піл E3, E6, F3, B5. Алдарыңызда Шевенингеннің ішіндегі ағылшын шабуылы, ағылшын шабуылы деп аталады. Вәзір D2, ат Б D7. Сицилиан қорғанысының ең басты мақсаты 3 арманы бар. Әрине, бірінші арман B5 деп жүру, екінші арман D5 деп жүру, үшіншісі мына С жолымен күресу деген сияқты. Патшаны сырға кіргізді, піл Ж, піл Б7, Ж4. Егер де қарсылас деген бұлай жүретін болса, сіздің F6-дағы атыңызға баратын жер болмайды. Сол себепті ат B6. Вәзір F2, ат F D7. Патша B1, кеме C8. С жолына әдемлеп тұрып, бұлай тұрып алдық. Піл D3. Кеме C3. Кеме C3. Жедік. О жерде сұрақ туындайды. Неге қарсылас деген ел аман жұртнышта, оны ешкім мәжбүрлеген жоқ. Кемесін бар алтта атқа бере сал. Мен сіздерге үнемі айтам, екі ат болады. Бір ат деген F3-те тұрады, екінші ат C3-те тұрады. F3-тегі ат көбінесе патшаның қапталын қорғайды, ал C3-тегі ат көбінесе вәзірдің қапталын қорғайды. Сол себепті бұл аттардың қасиеті жоғары, осы орны ерекше. Егерде бұлардың көзін тезірек жоятын болсаңыздар, қарсыластың түбіне тезірек жетесіздер. Және ойынның ортасында кеменің мықтылығы байқалынбайды. Неге байқалынбайды? Өйткені ашық жол жетіспейді. Жедік, вәзір C7. Мына неге шабуыл жасадық C3-ке. Ат 2, піл E7, Ж5, патшамыз сырға кіргіздік, H4. Сонымен, қарсылас ұзын жақта, біз қысқа жақтамыз. Егер де біз сылбырғы қимылдайтын болсақ, онда қарсылас міндетті түрде H5 деп жүреді, және G6 деп жүреді, біздің қорғанымызды қопарып тастайды. Ал егер де біз тезірек қимылдайтын болсақ, әрине, біз тезірек қарсыластың түбіне жетеміз. Ат A4 кеттік, жақындатайық кішкене. Кеме піл C1 түсініксіз. Неге мысалы бұл жерде бұлай да жүрген жоқ. Бұлай қарсыласты осылай шығуға мүмкіндік әбден болды. Піл C1. Енді Сергей Мавсисян мүмкін қорқып қалған шығар деген сияқты. Немесе көңіл-күй болған шығар. Ат E5, H5. Тағы бір ереже. Егер де сізді қапталда, оң қаптал болсын, сол қаптал болсын, патшаның қапталы болсын, вәзірдің қапталы болсын, егер де сізге шабуыл жасаса, міндетті түрде орталықта бір нәрсе істеу керек. Орталықты қопару керек, орталықтан соққы жасауға тырысу керек. D5, Сицилиан қорғанысының және Сицилия жанкүйерлерінің 3 арманы бар. B5, D5 және С жолындағы күрес. Вәзір H2 байлау әдісін пайдаланып тұр. Екіншіден, мынандай әдемі батареяны құрды. Піл D6, вәзір H3, жедік. Енді Гарри Кимович ойлайды. С жолы жабық. Сицилиан қорғанысының ең басты жолы жабық. Енді қарсыластың түбіне қалай жетем? B4 деп жүреді. B4. Енді ол ақырындап С жолын ашуға тырысады. Жедік. Кеме C8. Кеме C8. Біріншіден қос соққы жасағымыз кеп тұр. Бұлай. Және бұлай. Екіншіден патшаның мазасын ағымыз кеп тұр. Патша A1. Жедік. Арманымыз мынандай. Бұлай жүргіміз келеді. Бірақ D4 деп қорғанып кетеді. Сол себепті піл E4 деп жүрміз. Піл E4. Әрине, егер де бұлай жейтін болсаңыздар, онда піл E5,
Осымен бітті. Ойын деген бітті бәтима деген. Ж6, жедік, піл Б4, шах дейді. Шах, я? Патша F8, я? Бұны біз деген андасында бұл әдісті қол шатыр дейміз, бас киім дейміз, немесе шляпка дейміз. Я? Шляпа. Шляпа, қол шатыр, немесе бас киім дейміз. Өйткені мына жауынгер, ақ жауынгер болса да, біздің қара патшамызды қорғайды. Өйткені F жолын ашпауға тырысу керекпіз. Егер де F жолын ашатын болсақ, қарсылас міндетті түрде уәзір F3, кеме F1 деген сияқты тірліктерін бастайды. Уәзір G2, кеме B8. Барлық жағдайлар түсініп, С жолы бойынша кіретін мүмкіндік жоқ екенін біліп тұр. Гарри Кимович сол себепті Б жолына көшті. С жолы және Б жолы. Білесіздер, қарсыластың түбіне жету үшін міндетті түрде тік жол, немесе қиғаш жол керек екенін сіздер білесіздер. Піл Б2, жедік, ат Д4, жедік, ат Е6 шах, қос соққын жасады. Патша F7, мысалы, егерде былай қарайтын болсақ, жедік, піл С3 бітті. Осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ғой? Гарри Кимович Каспаров Сицилиян қорғанысының бүкіл идеяларын жүзеге асырды. Б5 деп жүрді, Д5 деп жүрді, С жолы бойынша қимылдады, және өте ширақ қимылдады. Сылбыр ақтар сияқты кішкене көп ойланған жоқ, және дың өткізіп қират тастады Сергей Мовсесянды. Қараңыздар, осыдан 19 жыл бұрын Каспаровтың рейтингісі 2851 болған. Не деген космос деп отқан ғой. Қазірде бұндай жағдайға әлі көп адам жеткен жоқ деп отқан ғой. Сол себепті Каспаров өзінің заманынан ерте туған адамдардың бірі деп отқан ғой. Каналға жазылыңыздар, каналдағы видеоларға лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.